Қайырлы күн қыздар, біз бүгін гарнир котлетмен әзірлейміз. Біз бірінші картошка пюресін әзірлей берейік. Бірінші мен картошканы ашып, жуып дайындап қойдым. Енді картошка ертерек пісу үшін осылай жұқалап картошканы тураймыз. Оған тұзын салып, суын құйып, газге қойып пісіріп аламыз. Картошкамызды турап болды. Енді осы картошка батып тұрғанша су құямыз. Картошкамызды газге қойып, осылай араластырып тұрамыз. Асты жабысқамас үшін. Біздің картошкамыз пісті. Енді осы ыстық кезінде картошкамызға сарымай саламыз. Аздап тұз салып жібереміз. Сүтімізді құямыз. Картошкамыздың көлеміне қарай сүтімізді қосамыз. Бұршымызды қосамыз. Енді осының бәрін жақсылап тұрып, араластыра отырып еземіз. Осындай картошка езетімен еземіз. Болмаса, вилкамен езе берсеңіздер де болады. Бізде осындай сарғыш дәмді пюреміз дайын болды. Сіз қою десеңіздер, сүтін сәл көбірек қоссаңыздар болады. Екінші осы гарнирге гречканы алып, бізге осыншама гречка жетеді. Осын жуып тазалап алдық, енді суын құйып, гречка батып тұрғанша газге қойып пісіріп аламыз. Біздің гречкамыз дайын болды. Біз енді котлетіміз дайындаймыз. Бұл жерде 500 грамм фарш, 2 картошкамызды үккіштен майдалап өткізіп аламыз. Картошкамызды өткізіп болдық. Енді үккіштен пиязымызды өткіземіз. Пиязымызды өткізіп болдық. Енді сарымсағымызды өткіземіз. Мен бұл жерде 2 бас сарымсақты өткізіп жатырмын. Картошка, пияз, сарымсақ үшеуін үккіштен өткізіп болдым. Енді котлетімізді әзірлеу үшін енді дәміне қарай тұзымызды себеміз. Бұршымызды себеміз. Енді өздеріңіз қалауларыңызша біреулер зіра қосып жатады. Енді қалауларыңызша қоса бересіздер дәмдеуіштерді. Және бір жұмыртқа қосамыз. Бір жұмыртқа жетеді бізге 500 грамм фаршқа. Және паприка қосып жатырмын мен. Енді осы қоспалардың бәрін жақсылап тұрып араластырамыз. Мұжып тұрып араластырамыз. Біз фаршымызды осылай мұжып тұрып араластырып болдық. Сіздер де осылай мұжып тұрып араластырыңыздар. Енді фаршымыз осылай міндетті түрде осылай шәлпеттейміз. Сонда картошкалар, пияздар бір-біріне жақсы жабысады. Біздің фаршымыз дайын болды. Енді осы қолымызға алып, осындай формаға келтіреміз. Мен шли қалың қылмадым, осылай жұқалау қылып дайындадым.
Біз котлетімізді дайындап болдық. Енді осы дайын болған котлетімізді қызып тұрған майға қуырып аламыз. Осылай баяу отта қуырып аламыз. Өйткені орталары шикі болып қалмас үшін 10 минут қуырамыз. Котлеттің келесі бетін аударып, осылай қызғыш етіп қуырып аламыз. Біздің котлетіміз дайын болды. Енді осыларды сүзіп аламыз. Мына котлеттің иісі мұрнын жарып барады. Бұны жеген де арманда, жемеген де арманда. Подливін әзірлейміз. Пияз, қызанақ, болгар бұрышты, сәбіз. Пиязымызды осылай 4 бұрыштетіп майдалап турап аламыз. Енді болгар бұрышын 4 бұрыштетіп осылай майдалап тураймыз. Болгар бұрышын турап болды. Енді сәбізін мен жартысын қосамын. Мына көп болып кетеді. Енді осыны да майдалап 4 бұрыштетіп тураймыз. Қызанағымызды да осылай 4 бұрыштетіп майдалап турап аламыз. Турап дайындап аламыз. Көкөністерін бәрін турап дайындап алдым. Мен алдын ала майды қыздырып, пиязымызды қуырып жатырмын. Сәбізімізді салармыз, 5 минут қуырамыз. Болгар бұрышымызды, қызанағымызды салып, жақсылап араластырып, қуырып жатқан көкөніске дәміне қарай тұзын саламыз. Тұзын салып 10 минут қуырып аламыз. Подливіміз дайын болды. Енді 100 грамм су құйып, подливіміздің үстіне жаңа қуырылған котлеттерімізді жайып саламыз. Котлетіміз осылай жайып салдық. Енді бетін жауып қойып, 10 минут баяу отқа қоямыз. Енді біз үккіштен ірімшігімізді өткізіп дайындап алайық. Ірімшігімізді өткізіп болдық. Енді сковородканың бетін ашып, жаңа дайын болған үккіштен өткізген ірімшігімізді әр котлеттің үстіне осылай қойып шығамыз. Осылай қоясыздар. Осылай әр котлеттің үстіне ірімшігіміз қойып, енді 5 минут бетін жауып қоямыз. Енді гарнирлерімізді тарелкаға салып дайындай берейік. Картоп, гречка. Енді әр гарниріміздің бетіне
мына дайын болған котлетімізді саламыз. Бізде осындай созылмалы болып шықты ірімшігіміз. Мына қалауларыңызша котлетті салып бере бересіздер. Подливімізді бетіне сеуіп қоясыздар. Біздің тамағымыз дайын болды. Енді өздеріңіз үшін қалауларыңызша осылай әрлеп қойсаңыздар болады. Бәріңізге ас болсын. Ұнаса лайк басып, тіркеліп кетіңіздер.